Күні бойы жұмыс істеп, қатты қалжыраған кезде бейне ойын ойнасаңыз, миыңыз тынығып, күш жинайтындай көрінеді. Бәрін шетінен сынап көре бересіз. Әйтеуір дұрыс шешім табасыз. Шешім қабылдаған соң, сіздің болашаққа қатысты жоспарыңыз өзгереді. Миыңыз дұрыс шешімге әкелген оқиғаларды бірден есте сақтап қалуды үйренеді. Тоқтай тұршы, жақсы нәрсе екен. Осының алдында мен не істеп едім, деп ойлайды. Адамның әрбір әрекетінің астарындағы кері байланыс түйіні дегеніміз осы. Сынап көру, қателесу, үйрену, басқаша істеп көру әдістерін соған жатқызуға болады. Тәжірибедегі қате әрекеттер тоқтап, пайдалы әрекеттер мида сақталып қалады. Бұны біз әдет қалыптастыру деп атаймыз. Мәселе қайталанған сайын, ми оның шешімін автоматты түрде табуды үйренеді.